Менің бала кездегі аяғымды жырған оқиғаны айтатын боламын. Ал кәнекей бастаймыз. Оқиға мынадан басталды. Ең бірінші мен магазинге қарай бара жатқанмын. Әрине, магазинге мен өзіме бір тәтті нәрсе алуға бара жатқанмын жүгіріп. Ал сосын кейін мен бір дәу шөпке ортасында бір тесік бар, мынандай шеттерінде шөп. Осы тесіктің ішінде шиша бар ма, тас бар ма, әйтеуір бір бәлелер болған. Мен соған барып құлағанмын. Сосын кейін мен барып үйге қайтқанмын. Мен бірақ ол кезде больницаға апармаған. Үйде әшейін аяғымның нәшеті жырылған тізесі. Сосын оған әшейін матаны ораған. Ол кезде мен қатты не істегенім жылағам. Сол кезде ол қазір қойып кеткен қазір. Өйткені мен көп күн жүргенім оның жарасын сондайын алғанмын. Сосын кейін тәп-тәуір болдым. Сіздерге айтарым бар. Магазинге ешқашан жүгірмеңіздер. Әйтпесем, осы ережелер сақтамағансыздар, осылай құлайсыздар. Ол өте етім ашылып кеткен. Тіземнің осылай ашылып кеткен. Міне мынау тізем болса, мынандай шетінде осындай еттер ашылып кеткен. Мен оған бірақ мынандай мата жауып тұрдым. Сосын кейін барып мынандай арнайы жабатын скотчтайтын нәрсені скотчтадым. Сосын ол жазылып кетті. Осы видеоға көп лайк жинайды деген үміттемін. Көп лайк және көрермен жинайды деген үміттемін. Ал кәнекей, бұл видео аяқталды. Сау болыңыздар достар. Келесі көріскен